Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды. Ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Кіші дәретке шыққанда несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер салыңыз. Бұл жағдай әр дәретке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасайды. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым аласыз, немесе бүйрек артерияларының қан айналым жүйесінде өзгерістер болады. Несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпарат бере алады. Жалпы дені сау адамның зәрі ашық сары түсте болады. Ал егер бүйректе қандай да бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызғылт түсі болады. Және жағымсыз иіс сезілсе, онда бұл дабыл қағатын белгі болып табылады. Десе де несептің түсі тұтынған тамағыңызға да байланысты. Егер қызылша, қымыздық жесеңіз немесе В тобындағы дәрумен қабылдасаңыз, ол несептің түсін айтарлықтай өзгертеді. Бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршықтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ, сары түйіршіктер көрінеді. Бұл тас байланудың алғашқы белгілері. Ал егер ешқандай түйіршіктер болмайды, тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Бұл кезде суды көбірек ішіп, ағзаны артық тұздан тазалау керек. Сондай-ақ дәрігердің кеңесі де артық етпейді. Бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол және оң жағынан қандай да бір толқынды сезсеңіз, құрсақ қуысы шаншыса, онда бүйректің сыр бергенін деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айнып, лоқ су пайда болады. Кей жағдайда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп көлемі еселенеді. Бүйрек эритроциттің және жілік майын ынталандыратын эритропоэтин гормонының түзілуіне қатысады. Егер ол зақым алса, гормонның бөліну деңгейі төмендеп, адам әлсіздік сезінеді. Оның көпшілігі қаназықпен шатастырып жатады. Бүйрек ауырғанда бойыңызда әлсіздік билейді, үнемі шаршауды сезінесіз, әрі жүзіңіз солғын тартады. Бүйректің негізгі жұмысы ағзадағы артық затты шығару екенін айттық. Егер бүйрек сыр берсе, тағамның қалдығы, улы заттар шықпай қанға қосылады. Ол жүйке жүйесі мен миға кері әсерін тигізеді. Салдарынан есте сақтау қабілеті төмендеп, бас ауруға шалдығады. Бүйрек ауруына анемия қосылса, науқастың басы айналып өзін жайсыз сезінеді. Егер тамақтану режимін өзгертпесеңіз де бұл белгілер орын алса, онда бүйрегіңізде ауру басталғанын білдіреді. Балғын, құнарлы, нәрлі тағамдарды тұтынсаңыз да, құсқыңыз келіп, ішіңіз кеуіп, кіндіктің айналасы ауырса, бүйректі тексеруге тура келеді. Бірден әжетханаға барыңыз келіп, бірақ бір-екі ақ тамшы ана кіші дәретке отырсаңыз, онда сізге шын мәнінде алаңдауға тура келеді. Бұл бір емес, бірнеше дерттің белгісі екенін білгеніңіз жөн. Егер несеп жолында инфекция түссе, ол циститтен хабар береді. Сонымен қатар бүйрек ауруының, тас байланудың, қант диабетінің басты белгілері болып табылады. Бүйрек өз кезегінде сұйықтықты, минералды заттарды, дәрумендер мен ақуызды реттеп, ол затты сыртқа шығарып отыруға қабілетті. Егер ағза ауырса, онда қызметін ойдағыдай атқара алмайды. Салдарынан несеппен бірге ақуыз, су мен минералды заттарды жоғалтып, терінің құрғауы мен қабыршықтануына әкеледі. Ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруінен пайда болады. Сондықтан да бүйрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Бүйректің саулығын білу үшін терапевт немесе нефролог дәрігердің қабылдауына жазыласыз. Дәрігер сізге несеп пен қанға талдау жасауға және бүйрек пен несеп жолдарын ОДЗ-ден өтуді ұсынады.